қазақ қыздарын өзге ұлтқа тұрмысқа беруге рұқсат бергендерге және тұрмысқа шығып жатқан қыздарға айтарым. Біздің оңтүстік өңірде Қазығұрт тауында 40 қыздың тас мүсіні бар. Бұның тарихы қалай шыққан? Жаугершілік заманда соғысқа аттанған ауылдың 40 қызы әлсіреп, әбден шамалары бітіп, дұшпанның қолына қалатын білген кезде Алладан шын дұға жасайды. Бізді осыларға қор қылғанша тасқайландыршы дейді. Сол мезетте 40 қызда тасқайланады. Сол мүсін әлі күнге дейін сақтаулы. Екінші бір оқиға, Ұлытау облысында 40 қыздың моласы бар. Бұның тарихы ауылды жоңғар шапқанда 40 қызды әйелдікке алып кетпек болады. Сол кезде ішіндегі бір батылдауы шығып, қыздар, біздің аға бауырларымыз, әкелеріміз біз үшін жан беріп, жан пида болып жатыр. Ал біз сонда осы дұшпандардың қолына барып қатын боламыз ба? Бұндай қор болғанша өлгеніміз артық қой. Жүріңдер, бір амалын тауып бірге өлейік дейді. Сонда жоңғардың көш басшысына кеп, біз ауылмен қоштасайық, ана ауылдың шетіндегі көл бар, сол көлге бір шомылып келейік дейді. Сол көлге барып, қыздар бірге 40 қызда суға тұншығып өледі. Бұл жерде айтпағым қыздардың ар намысының жоғары болғанында. Жаудың қолында қор болғанша өлгеніміз артық деп, ешқандай намысын таптатпай өз өмірін қиғанында. Ал қазір қандай қоғамға, қандай адамға айландық. Біз қазір қыздарымыздың ар ұятын өзге ұлттың азаматына, ақшасына сататын халге жеттік. Бұл жағдай бізді тексіздікпен қазақтың жойылуына, қазақ қанының бұзылуына алып келеді. Бұл қасіретпен бүгін күреспесек, ертең кеш болады. Сол үшін шетелге тұрмысқа шығуға мен мүлде қарсымын.